Ассаламу алейкум, қадірлі қыз-келіншектер, армысыздар асыларына телеарнасының тұрақты көрермендері. Біздің бағдарламамызды яки тәтті тайым бағдарламасын еңбек деген баладан еңкейген қарияға дейін көретініне күмәніміз жоқ. Себебі бұл бағдарлама үйдегі келінге де, ақ жаулықты анамызға да, әжемізге де, сіңлерімізге де, бәріне де арналған. Ал тәтті тағамды яки тәтті тайында жасалатын тағамдарды үйдегі барлық отбасы мүшелері сүйсініп жейтініне сеніміз кәміл. Сонымен эфирде тәтті тайым бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Күнсұлу Тұрғынбекқызы. Қонағымызды студиямызға шақыруға рұқсат етіңіздер. Рауза Аман әнші. Рауза Аман бүгін бізде қонақта. Керебай жаным, қош келдің. Қош болдық. Көңіл күйің қалай? Тамаша. Өте ғажап. Рауза Аманды таныстырып жатудың тіпті артықтау екен деп ойлап қаламыз. Себебі бүгінгі таңда көпшіліктің сұранысына да ие болып жатқан, сондай жүрек жарды әдемі әндеріменен бірнеше клипті де түсіріп үлгерген. Әсіресе Рауза, сені көптеп үлкен кісілер сұрайды. Ана Рауза қызымыздың әндері қандай ғажап, енді оның ас үйдегі шеберлігін көрсек деп біздерге редакторымызға дәлірек қоңырау соғып сөйтіп айтып жатады. Сондықтан бүгін біздің қонақжай шаңырағымызда тәтті тайымда өзіңді көргенімізге қуаныштымыз. Рауза, енді бүгін біз не пісіреміз? Жалпы ас үйде қалайсың? Бәрін пісірем. Сонымен бізге тауықтың төс еті керек болады, кілеге керек болады, президент па, 33 сондай пайызды болады, жаңағы зәйтүн майы, алмұрт, және де мінеки бізде осындай әртүрлі твердый дейміз, жаңағы ірімшіктер керек болады, және саңырау құлақтарыңызға алтын сырға. Сонымен біз іске кірсек, қазанымыздың астын қосайық. Отымызды қосамыз. Рауза, негізінде мен бала күнімде Рауза деген тәрбиешім бар еді. Сондай керемет көркем жан. Есіңді кім қойды? Әкем қойды. Құраннан алынған есім. Рауза. Рауза. Нені білдіреді? Орысша райский сад дейді, қазақша. Жәннат тағы. Иә. Бау-бақша. Бау-бақша, е? Бәрекелді. Рауза, онда сізге мінекей алмұртымыз. Алмұрттың мынандай шет-шеттері мынандай қоңырланған кішкене болатын болса, ешқандай айыбы жоқ. Бізде мына пешімізде пісетін болады ғой. Мынаны екіге бөлеміз алтыным, иә? Содан кейін мен сізге қасық берем. Бұл өзі жұмсақ, сыртқы қабығына тегізіп алмай, аздап қана ішін сіз ашып ала берсеңіз. Ойып алу керек, иә? Ойып алу керек, иә. Мен сізге қазір қасық берейін, ал мен өзімнің мына жердегі сізмен шұғылдана берейін. Жоқ, жаным. Бұлай немен қасықпен алсақ та болады? Домалақта. Домалақта, өйткені пышақпен сәл қатты, өйткені мына сыртқы қабығы қатты не істеліп кетпесін. Жарай ма, мінекей, алтыным қараш? Мінекей, енді осыны ақырын тазалап шықсаңыз. Рауза, жалпы енді осы күндері шығармашылығыңа қайтып оралып жатсың. Сенің кіммен? Ербол Спаналиевпен, сосын Бауыржан Есебаев ағамыз. Және де Руслан Сенкебаев мырзамен де сіздің дуэттеріңіз бар, иә? Иә. Бірақ та жаңағы сазгер ағаларымыздың көбісінде Бауыржан ағамен, сол Ербол ағамен шығармашылық жұмыс жасап жатсыздар, иә? Бәрекелді. Енді айтыңызшы, Рауза, қазір репертуарыңызда қанша ән бар? Бисмилля. 18 дайын ән бар. 5-6 өзімнің авторларынан енді алған өзімнің жаңағы әндерім тұр. Бірақ та оның енді Алла бұйыртса болашақта дайын болады, жазылып жатыр. Сонда 18-ге жаңағы 6-ны қоссақ, сол кезде 24 ән қоржынымда. Рауза, енді жасыратын жоқ. Талай жылдар бойы сіз біраз қол үзіп қалдыңыз өнерден, иә? Мен қателеспесем, сіз мына кәдімгі Жүсіпбек Елебеков атындағы сол жерде оқыған екенсіз. Өзіңіз айтып жіберсеңіз осы жанды? 2006 жылы тамамдадым. Эстрада цирк колледжін. Қыздар, мінекей көрдіңіздер ғой? Дәл осылай қылып, ішін ойып, қабырғасын шет-шетін кішкене қалдыру керек. Иә, өйткені жаңада ойылып қалатын болса, онда біздің бір қонағымыз осындай керемет алмұрт
салмасы бар, алмұрттан құр қалады. Айта беріңіз сөзіңіз аузыңызда. Бисмилля. 2006 жылы оқуды тамамдағаннан кейін ән жазып, жаңағы бейнебаян түсіріп, ары қарай алып кеткен жоқпын, бірақ та радиоға, радио ретро, Европа Онда плюс. екеуміз әріптес болдық. Мен де талай жыл Қазақ радиосының диктор болдым. Сояқта Европа плюс Феличита деген президент бағдарламасын жүргіздім. Білесіз ғой, тікелей эфир екен. Ретрода Феличита деген бағдарлама бар, құттықтау бағдарламасын соны жүргіздім. Содан кейін енді әр өнер адамына білесіз ғой, көп нәрсе өнер жұмыс енді бүткіл жаңағы осы өнер саласында қандай жұмыс бар, бәрін үйренгісі келіп тұрады ғой. 4 жылдан кейін НТК арнасына кетіп қалдым. Одан кейін білім және мәдениет арнасында жұмыс істедім. Одан кейін хабар арнасында біраз журналистік мамандықты бағындырып, алатын асуы болса алып, өзіңіз осы жақтан сынадыңыз, иә? Я сонымен 9 жыл өтіпті. 9 жылыңыздың. Бірақ та әндерімді, бейнебаяндарымды сол алып жүрдім өзіммен бірге 9 жылдың ішінде. Сол жаңағы 24 ән, сол 9 жылдың ішінде жиналған ән қоржын ғой. Өте жақсы. Енді бүгінгі таңда қанша бейнебаян жасадыңыз? 3 бейнебаян бар. Көбінесе менің әндерім бейнебаянға ғана сұранып тұрады ма? Рауза, енді өзіңнің туған өлкең жайлы айтсаң. Туған жерім Алматы облысы, Балқаш районы, Қарой деген. Қараойдансың ба? Қарой деген жер, я. Ол жерде енді өздеріңіз білесіздер ғой, қызыл кітапқа енген ауыл, қызыл кітапқа енген жер, өйткені ояқта бәрі тек қана табиғи өнімдермен өмір сүреді адамдар. Балық, құс, аң. Өте жақсы, өте жақсы. Үйдегі отбасындағы үлкен кісілер жөнінде айтсаңыз. Әке шешеммен бірге тұрам. Анам, әкем бар. Ол кісілер енді өздері білесіз ғой, ауылда ол кісілердің енді музыка мектебі деген болған жоқ, сондықтан мүмкін өмірде олай енді қолдары жетпеген шығар, бірақ та анам өзі өнерге өте жақын. Ол кісі ән айтады деп естідім, ән айтады, ән айтады. Жалпы 3 жасыңда анаңа қосылып ән айтудан бастаған екенсің негізі. Қандай ән айтушы едіңіздер? Анам көбінесе өзі балабақшада балалардың тәрбиелеп, тәрбие жол жұмыс істегеннен кейін сол жаңағы фортепиано дейміз ғой. Сол күйсандықта ойнап балаларға ән үйрететін болған ғой. Сосын кейін біз жаңағы анамнан үйрендік көп нәрсені. Мінеке, Рамазан келіп жатыр дейміз. Жалпы мұсылманның 5 парызын енді қазір үлкен түгіл жас бала да біледі. Сол 5 парызға деген сіздің қаншауын орындадыңыз? Осы уақытқа дейін ба? Иә. Аз жас емес, алтыным. Енді мен 2003-тен, 2004-тен бастап ораза ұстауға бет бұрғам. Ол кезде сонда студентпіз. Қанша жыл стажыңыз бар? Арасында болды, 1-2 жылдай ұстай алмаған кезде. Үзіліс болды, е? Жарығым, сөзің аузыңда. Сіздерге бір мәрте ескеріп өтейін. Бұл салманың ішінен жулен дейміз ғой кәдімгі. Пиязды қурамыз. Пиязды қурап жатқаннан кейін, біразды қоңыр түске бойылғаннан кейін, етті майда етіп тураймыз, тауықтың төс етін. Содан кейін шампиньонна саңырауқұлағымызды тура сондай мөлшерде тураймыз да, қурамыз, тұзын бұрышын саламыз. Және міне дайын болып қалды деген кезде, мына кілегейден құямыз. Бисмилля. Мен бұны жақсы көрем. Көп құйып қою мүмкін. Мінеке. Бұл салмамыз дайын болып қалды. Қазір бір бұрқ еткеннен кейін алып тастаймыз. Айта беріңіз сөзіңіз аузыңызда.
сол енді осы уақытқа дейін бисмилля. жылда ұстауға тырысамыз. Одан кейін үзіліс 1-2 жыл болды дедіңіз, иә? Иә, 1-2 жыл жаңағы денсаулығыма байланысты. Аха. 1-2 жыл ұстай алмадым. Аха. Бірақ та енді қазір Аллаға шүкір ұстаймын. Бәрекелді, ғажап. Енді алтыным, ең алғаш ораза ұстаған кездегі өзіңнің ішкі әсерің? Ол кезде кішкентаймын ғой, түсінбедім. Не итермеледі жалпы? Ораза ұстау керек деп біреу айтты ма? Жоқ әлде өзіңіздің ішкі сұранысыңыз болды ма? Ол енді ол оқиғаны айтсам қазір жаңа сіз айтпақшы. Айта қойыңызшы, өйткені біздің бағдарламамыз ғибрат, сабақ болсын дейміз кейде. 2004 жылы менің туған әпкем, екеуміз-ақ едік. Енді оны бәрі біледі. Барлық жерде әпкем туралы айтып жүрем. 2004 жылы кенеттен қайтыс болды. Өзі сіздің әріптесіңіз, біздің әріптесіміз, журналист, жүргізуші еді. Содан кейін мен жаңағы ораза ұстауға осы дінге бет бұрғам. Өйткені сұрақтар көп болып кетті өзімнің жаңағы басымда. Сол барлық сұрақтарға негізі сол Құран кітабынан жауап алдым десем болады. Содан кейін тек қана бір Алладан сұраймыз ғой бәрін. Өмірді беруші де, алушы да Алла алтын. Соның бәрін түсінгеннен кейін ораза ұстап, жаңағы сауабы болсын деп, солай ниеттеніп ұстадым. Дұрыс, ол да болса тарих. Енді бір мәрте қыздар мінеке іші тазаланған алмұртымыздың ішіне мына жасаған мынандай несін қойсаңыздар да болады, бірге пісіп кетсе де болады, тазалап тастасаңыз да болады, бірақ мен оны декор ретінде қалдырдым. Мінеке осылай саламыз қазір барлығын. Алтыным сол, мына екі ірімшіктің түрінен аздап қана мынаған үпкіштен өткізіп қойсаңыз, мынау бір несінен, жұқалтаңнан. Мен енді мынаны қазір көріп тұрсыздар. Бұл бір тамаша, ғажап. Бұрын соңды бұндай біз керемет тағам түрін әзірлеген жоқпыз. Бірақ кешкілік тек қана қыздарға, болмаса азаматтарға ауыз ашқаннан кейін алмұрттан жеп отырсаңыз қандай жарасымды болады, қандай дәмді болады. Әдемі сұхбат, әдемі әңгіме. Мына жағына ма, қалың жағына істейік па? Жіңішке болып кетеді. Қатты ма? Мейлі, қалауыңыз болсын. Бәрі еріп кетеді ғой ол. Я, жақсы. Өте дұрыс негізінде. Мінеке, қазір мен мейлінше көбірек етіп салып жатқаным ғой. Көрермендер жегілер кеп кеткен шығар. Сізге қонаққа келгілер кеп кеткен шығар. Мына ірімшікті мен де шыдай алмай салып жатырмын, өйткені біз әлі салма жасаймыз, әлі біз салат жасаймыз, сондықтан мен де әңгімелесіп тұрып негізгі жасап жатқан дүниемізді ұмытпайын деп. Қыздар, әртүрлі нені ірімшіктің түр-түрінен салуға болады. Қазір енді түрлі түсті ірімшіктер толып кетті ғой, қазір сатылымда барсаңыз, көңіліңіз не қалайды соны болды жеткілікті алды. Менді мына неден моцарелла жүрекше пішіндегі біздің салмасы бар алмұрттарымыз дайын болып қалды. Енді біз оны мына алдын ала қызып тұрған пешімізге саламыз. Бисмилля. 7 минутта дайын болып қалады. Қадірлі қыз-келіншектер, біздің алмұртымыз дайындалып жатыр. Оған дейін мохито салатын жасаймыз. Мінеке, мына біз қияр керек болады. Тездетіп жасайық, өйткені біздің бағдарламамыздың аяқталуына азғантай уақыт қалды. Мінеке, мына алманың сыртын тазаламай-ақ қойыңыздар. Ал енді, айта қойшы алтыным. Жалпы адамда жақсы қасиет болмаса, оған бақыт та бақыт қонбайды деген екен. Бір данышпанымыз. Өзің осы ұғымға келсесің ба? Келсем. Жақсы қасиеттің қатарына қандай қасиеттер жатқызар едіңіз? Ең бірінші адалдық. Адалдық. Я, одан кейін ары қарай енді қарапайымдылық,
өте бағалайтын менің қасиеттерімнің бірі. Содан кейін әр адамды алып қарасаңыз, әр адамның бойында жақсы қасиеттер, иә. Ең жаман адам дегеннің адамның өзінің ішінен, иә, жақсы қасиеттері көп болады. Сондықтан көбінесе жақсы қасиеттерін байқауға тырысса адам, әр адам жақсы. Сәл ұзынша етіп, жарай ма жан? Енді мына адам баласы болғаннан кейін өмірде реніш болады. Әсіресе өнер адамдарында сахнаның сыртындағы менен өмір мен өнерде екідай тірлікке барып жүретін әріптестеріңіз жоқ емес, баршылық. Жалпы адамның айыбын бетке басуды бізде жалпы асыл дінімізде құп көрмейді десе де, жүрегіңді ауыртатын ауыр сөздер айтып, сондай адамдар кездесті ме, ондай тарапта сіз қандай шара қолданасыз? Жалпы өзіңізді қалай ұстайсыз? Сізді өкпелеткен адамға деген ренішіңізді қалай басасыз? Енді көбінесе жаңа айтып кеттім ғой, 9 жыл ұжымда жұмыс істедім. Одан кейін қазірде ансамбльде жұмыс істеп жатырмын. Қай ансамбльде? Сүйінбай саз ансамблі, фольклорлық. Енді көбінесе ұжыммен жұмыс істеген кезде әркімнің көңіл күйіне, әркімнің жеткілікті жаным осы. Мынаны турап тастай қойыңыз. Әр адаммен тіл табысам, өйткені білмеймін, енді өзім бір артық сөз айтып атқан болмағандықтан, ешкім былай ұжымда да көрген жоқпын, артық сөз айтып бір-бірімізге. Сонда ма, ашуланбайсың ба? Жоқ, ашуланамын. Өмірімде менің жаңағы ренжіген адамдарда болды. Бірақтан кешіріңіз, сөзіңіз аузыңызда. Дайын болып қалды. Бисмилля деп алып қойайық. Біз нені салдық? Мохито салатыны біз мынандай көк алманы ұзынша етіп турадық. Қиярдың ортаңғы жерін мына енді суланбаған екен. Бірден дастарханға қоятын болсаңыз, осылай ақ турасаңыз болады. Және де айсберг, айсбергті былай шашып жібере қоямыз. Осылай жасаймыз да, енді бұған біз не істейміз дейсіздер ғой? Біз бұған салат жапырағынан да жіңішкелетіп аздап қана турап жерсеңіз, бұған бізге ең қажеттісі не дейсіздер ғой? Мынау біз керемет бір соус дайындаймыз бұған. Мына бір әдемі жапырағын алып қаламыздағыны, оны әрлеуге қоямыз. Мохито деген енді өздеріңіз білесіздер ғой, мохито сусыны болады. Жазды күні шөлдеген кезде жаңағы газдалған сусынды аламыз да, соған әр түрлі жемістерді саламыз, мысалға. Ондайды да жасап жатамыз ғой. Бұл ненің несі, мына бір ғажабы, бұның шөбімізді аламыз да, мына мята білесіздер, осы шөбімізді аламыз да көптеп тұрып тураймыз. Бисмилля. Бұл мятаны шайға да салса өте айта беріңіз, өйткені пайдасы өте көп қой. Шайға салып ішсе де, мен өз басым лимонмен мед араластырып, шайға қосып ішкен жақсы көремін мятаны. Қазір біздің бұл соусты дайындап жатқан кезде біз аламыз да, мынандай немізді аламыз да, лимон. Бүйтіп қазір шырынын әбден бисмилля ішіндегі дәмі кетіп қалмасын деп, болмаса былай да бола береді. Тура осы салатты көбінесе жаңағы түрік халықтар өте жақсы көреді ғой. Түрік халқы, осы біздер театрмен неге бардық, сол кезде осы мохитоны қояды екен. Осындай көк шөптерді өкіртіп қояды екен. Алдыңа майлы кәуаптарды қояды да шөптен жеп жібер дейді екен. Өйткені олар осы көкөністерді көп пайдаланады ғой. Бізге қарағанда деп. Бұл қышқылтым болып, неке өзі бабына келіп, мына көк неден салып жүрек.
Иісі қандай ғажап. Алма, қияр, иісі қандай керемет, иә? Иә. Қазір енді бұны аламыз да. Бұл өзінің осы лимон қышқылыменен, лимонмен бірге кішкене біраз нете берсін. Енді мінеки мына мятамызды алып, мынаған түгелде саламыз. Бисмилля. Бұл бізде соус болады, қыздар. Әдемі соус болады. Бұған біз және мынандай лимонды тағы да кішкене қаттылау түгетпейді. Барлық шырынын құямыз. Әпке, тағамдардың бәрін үйде өзіңіз дайындайсыз ба? Негізі мен өзі аспаздыққа бала күнінен жақынмын. Бала интернатта өстім десе де, осы тамақ пісіргенді, сосын қолым қалт ете қалса жүгіріп барып, тетя Гүлі не пісіріп жатсыз деп қылқылдап, интернаттың үлкен газ плиталарының қасында жүретін қып-қызыл болып. Мен іздеген адамдар сол кухнядан табатын еді. Жалпы жақсы көрем. Ас әзірлегенді жақсы көрем. Қадірлі қыз-келіншектер, біздің мохито салатынымыз дайын болып қалды. Оның соусы кәдімгі мятаны. Енді білесіздер ғой, мохито соусына мята саламыз ғой, жақсылап тұрып майдалап турайсыз. Оған мынандай зәйтүн майын көптеп құясыз. Аздап қана тұздайсыз, сосын бұны қатты бүйтіп араластырасыз. Бұл әбден қою болып шыға келеді. Мынаның ішінде көк алма, қиярымыз бар, салат жапырағы бар, және де өздеріңіз көргендей жаңа мінеки мына айсбергіміз бар, соны ұзыншала етіп турайсыз. Бір лимон шырынын бар күшіңізді салып сығасыз. Шырынға әбден малынып болғаннан кейін сіз мына соусты жасап жатқан кезде бұл әбден шыланады. Мына жерде бізде айсберг бар. Мінеки, егер сіз турап жатқан айсбергіңіз мынандай әдемі пошында сақталған болса, оны да әдемі әрлік үшін қолдансаңыз болады. Бүйтіп, былай ыдыс ретінде әдемі болсын, иә? Енді мынаны бүйтіп бисмилля деп. Енді оған біздің қазекем тоймайды. Біз деген тарс еткізіп мынандай бір тәрелкеге саламыз, иә? Бірақ үйіңізге өте бір сондай бір қонақ келіп, не осылай саламыз, қыздар. Сонымен енді бізге қажетті мына соус. Бұл соусты былай жасаймыз. Мына үстінен құямыз. Көрдіңіздер ғой? Иісі қандай керемет. Иісі қандай керемет, өзі қандай керемет. Ғажап. Арықтаймын деп жүрген жас қыз-келіншектердің бәрі қолданса болады. Иә. Енді бұған біз мына черриіміз бар ғой. Осыны былай бөліп қойсақ та болады, былай қойсақ та бола ма алтыным? Өте кішкентай черриді өте үлкен пышақпен турай саламыз. Бүйтіп қоя салайық, иә? Енді жалпы алға қойған мақсатың қандай? Негізі өмірде өзінің ең үлкен мақсаты болады ғой адамның? Иә, дәл қазір енді өзімнің бауырым Ринат Тәттібай. Продюсерлік етіп жүрсіз, иә? Иә, Ринат Тәттібай жаңағы продюсерім, өзімнің жанашырым. Енді үзіліссіз, демсіз жұмыс істеп жатыр қой қазіргі сәтте. Көп концерттерге шығып жатырық. Ринат өзі ән айтады ғой. Енді бұрыннан кішкентай кезінен бері Ринаттың продюсерлік қыры өте жақсы, таныс бізге. Бисмилля. Кешіріңіз алтыным. Мына бальзамический уксус деп жатамыз ғой. Осыны бүйтіп алып үстінен көңіліңіздің қалағанша бүйтіп. Сызып. Керемет. Мынау соус қой, иә? Енді кешіріңіз, бізде азғантай ғана уақыт қалған екен. Ринат жайында айтып жаттыңыз, сөзіңізді қорытындылай қойыңыз. Сол енді қазір Ринат өзі продюсерім, жанашырым, барлық жерге өзі шығарады. Бүткіл әндерді де бәрін екеуміз бірге ақылдасамыз. Қазір енді өзі де бұрыннан ән айтатын, бірақ та енді қазір өзі жеке жаңағы ән жаздырып, екеуміз дуэт жазып, тұсауын кестіріп, алдың күні осылай сондай тірліктер жасап жатыр. Алла істеріңізге береке берсін. Мохито салаты құрамы: көк алма, қияр, айсберг салаты, салат жапырақтары, лимон шырыны, жалбыз және черри қызанақтары.
Дайындалу реті: көк алма мен қиярды жіңішкелеп ұзынша етіп тураймыз. Айсберг салаты мен салат жапырақтарында дәл солай тураймыз. Бәрін бір ыдысқа салып, лимон шырынын құйып араластырамыз. Соусын әзірлеу үшін жалбызды майдалап турап, зәйтүн майын құйып араластырамыз. Тәрелкеге айсберг салатын төсеп, ішіне дайын салатты саламыз. Үстіне соусын құямыз, черри қызанақтарымен әрлейміз. Енді бізге не қалды, қыздар? Бізде мынандай, көріп тұрсыздар ғой, бұл консервіленген жаңа абрикос деп жатамыз ғой, өрік қой кәдімгі. Дәмді, керемет. Осыны аласыздар, бұл қазір бізге мына алмұртымызға керек болады. Соның оформлениесіне, әрлеуіне, яки біз бұны аламызда қазір мінеке азғантай ғана, мен мүмкін болса, бисмилля. Бұны бізге әрлеу мақсатында қажет болады. Кәдімгі қоймалжың пюре деп жатамыз ғой. Бисмилля. Енді үлкенде ыдысқа да болатын еді мен. Енді осыны аламызда, бисмилля, мінеке қойдыңыз да, артығын алып тастайсыз да. Бұлай. Және де бұлай. Енді ұзынша етіп те болатын еді, бірақ мен енді қолымның әлі келгенше, бисмилля, бұлай қараңыздар. Оппа. Және оппа. Керемет тағам болды. Мына жерге тағы біреуін қоя салсам қалай болады? Мен енді үйге барып бүгін осыны жасайтын болдым ғой. Осыны жасайсың ба? Иә, өйткені Молмыз ғой. Негізі былай істейік, онда. Оп. Және біреуін былай қоя салайық. Сонда әсемдігін қалдырайын деп тұрсыз ғой, әсемдігін қалдырайын деген негізінде. Меніңше болады. Және тағы біреу мына жерден. Енді мына бальзамический дейміз ғой. Осыдан былай аздап қана. Мен кішкене қобалжып тұрмын десе де. Бисмилля. Жеткілікті. Алмұрт ішіндегі тауық құрамы: алмұрт, пияз, тауықтың төс еті, ірімшік, консервіленген өрік, тұз және бұрыш. Дайындалу реті: пиязды ұсақтап турап майға қуырамыз. Тауықтың төс етін және саңыраулақтарды ұсақтап турап қосамыз. Көз мөлшерімен тұз және бұрыш қосамыз. Алмұрттың ішін тазалап қуырылған салмамызды саламыз. Үстіне ірімшікті үкіштен өткізіп себеміз. Табаға пергамент қағазын төсеп, алмұртты салып қызып тұрған пешке шамамен 20 минутқа қоямыз. Әрлеу үшін консервіленген өрікті езіп, бейнедегідей әсемдейміз. Бальзам соусын қолдансаңыз да болады. Астарыңыз дәмді болсын. Бүгінгі келіп біздің бағдарламамызға мейман болып, менімен бірге керемет мохито салатын, мынадай тауықтың төс етінен жасалынған керемет тағам түрін әзірледік. Мен ойлаймын, бұны үйде де жасап көресіз. Енді бір сәт Асыл арнаның телеарнасындағы барлық көрермендерімізге өзіңіздің тағы бір мәрте жылы лебізіңізді білдірсеңіз. Құрметті Асыл арна телеарнасының көрермендері, мына Тәтті тайм бағдарламасының Күнсұлу әпкеміздің керемет аспаздық шеберлігін бүгін өзіміз көріп, көзіміз жетті. Бір аз уақыттың ішінде салат та, тағам да бәрі дайын болды. Сондықтан сіздерге айтарым, аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Осындай денсаулыққа пайдалы астарды дайындап өздеріңіз, және де құрбыларыңызға дайындап, қонақтарға дайындап, ылғи да осы Асыл Тәтті тайм бағдарламасын көріп отырыңыздар дегім келеді. Рахмет сіздерге. Бәрекелді, көп рахмет. Ал сізге шығармашылық табыс тілейміз. Ал біздің тұрақты көрермендерімізге келесі бейсенбіде көріскенше дейміз. Біздің бағдарламаны үзбей көріңіздер. Біздің Тәтті тайм бағдарламасына тұрақты түрде демеушілік танытып жүрген Әл-Хайыр халал дәмханасына және менің мынандай әдемі, көрікті болып, сіздерге ұнамды болып шығуым үшін үлкен септігін тиіп, қол ұшын созып жатқан біздің демеушілеріміз Тюрбан Стайлға және де Хафиза шоп дүкендеріне шексіз ризашылығымызды білдіреміз. Келесі көріскенше ел аман, ағайын тыныш болсын.